Күйеуімді ата-енемді бәрін өйстіп жұмысқа шығарып тастадым. Жақсы дедім да офисіме келіп мына жастықтың жұмсағын кәне көрейінші деп жата тұрайыншы деп жата тұрсам бірдеңе шулап жатқан сияқты қоя берші десем қоймайды ғой. Мынау не өзі деп кіріп қалса. Тұр! Ұйқыңдас, тұр! Оян! Жетер болды, жетер! Уақытыңды бекерден бекер өткізбе. Бұл уақыт қайтадан келмейді. Мә, жетпей тұрған сен едің. Бір жата қояйын деп едім, оны да көре алмадың, болды, осыны жинап аузыңды жабайыншы деп осылай жинап атсам, мына жақта мынау сөйлеп атыр. Бізді де орнымызға сақ қойсайды естесіз. Көкелер, қарақтары, менің оң қолым жоқ, айналайындар, өздерің реттеле беріңдер деп бұларға ұрыс бердім да, әрі қарай газымды жуып бастап кеттім. Бұл да бір тазайын адам сияқты ұрсып бергеніңіз, тұрай тұрсаң қайтеді, бір 2-3 күннен кейін жуам ғой деп оларға ұрсып бердім. Сосын да жуатын едім ғой, бір жата қояйын деп едім, ұйықтағанда да көре алмадың деп, мә саған деп бетіне фольгамен аузын жауып қойдым да, енді сөйлеп көрші осыдан деп бәрін орнына реттеп қойып, мына картошкаға қарап қалсам. Отряд, қазір мен шығам, менен артынан секіре беріңдер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сендерге солай шашыраңдар дедім ба? Шіркін, бізді қашан жинайды екен. Мә, мыналармен қосылып, мынау да қоймайды ғой. Ой алла, бір жиналмай жүрген адам сияқты. Одан қалса қызым да қабаттасып, не бар дейді. Не бар ішінде? Сөйлейтін картошкалар бар деп бұған ұрыс бердім да, бәрі ары тұр деп баклажканы беріп қойдым. Ақыры бәрің менімен ұрысып бастаған екенсіңдер дедім да, бұларды далаға шығарып алып, ал көріңдер, ал жылы жердің қадірін білмей жатсыңдар, далаға шығып тұрыңдар деп, бұларды далаға апарып қағып, ішіне реттеп, бәрін картошкалерін бәрі реттеп, ана сөйлеп ауыз жабылмайтын картошканы да салып орындадына салып қойдым. Солай ақыры жинап бастадым. Ұйықтатып та ғарқ қылған жоқсыңдар дедім да, мына жерде жинап тастайын деп, солай мына жерді жинап орнына реттеліп тазартып қойып қойдым. Сосын бұлармен ұрсам деп ұйқымда ашылып кетті. Қойш, ұйықтап та ақыры қарқ қылмадым ғой деп, мына майларды да реттеп тастадым. Бояқта да бұл майлардың да үйде блок шелек-шелегі жатыр. Май керек болса хабарласыңдар, май сатамыз біз деп саудаласып кетейін ба. Майды ойсып турап тастадым да, сосын офисімді да тап-таза қылып жинап кетіп, міне офисім тап-таза, көріңіздер, міне енді жата берсем болады дедім да, қызымды салып алдым да, үлкен үйге апардық та, қызымыз екеуміз тыңқиып ұйықтадық.